Сол үшін сіздің жамағатпен келіп оқыған 2 ракат намазыңыз қажылықтан абзал, зекеттен абзал, оразадан абзал. Оразаны қанша мақтаса да, оразашының сауабы, қажылықтың сауабы жаннат, оразасының сауабы раян жаннаты, зекетшінің садақасы осындай болады дейді. Намазхандар туралы өйтіп айтпайды, байқайсыздар ма? Бәлки айтады, көп намазхандар дозаққа кіреді дейді. Қарасаңызшы, өйткені намазды көтеріп жүру ауыр. Соған лайықты болу ауыр. Фиалал хайрат, жақсылықты істеу бір әңгіме екен. Ва иқамас сала, намазды орындау бұл үлкен әңгіме екен. Сонан соң барып ита аз-зака деді, зекет беру. Зекет беруде бір пейнет.